Ағайын, бүгін біз бәрімізді толғандыратын маңызды тақырыпты талқылаймыз. Артроз кезінде қалай жүру керек? Бұл сұрақты әр лекциямнан кейін міндетті түрде қояды. Себебі мен әрдайым зақымданған буынға шамадан тыс салмақ салмаңыз деп айтамын. Ал адамдар ойланып қалады. Егер жүруге болмайды десеңіз, онда не істейміз? Үйде отырып қаламыз ба? Әрине, олай емес. Бірақ қозғалыстың да дұрыс, пайдалысы, зияндысы бар. Қазір бәрін рет-ретімен түсіндіріп берейін. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін денсаулық кеңесшісі. Бүгін біз маңызды тақырыпты бірге талдаймыз. Алдымен бір маңызды нәрсені айтайық. Артрит, буынның қабынуы. Ол көбіне емделеді. Артроз, шеміршектің біртіндеп тозуы. Өкінішке қарай, бұл процесс толық кері қайтпайды. Дегенмен, артроздың да деңгейлері бар. Бірінші және екінші дәреже кей жағдайда әлі де қайтымды, яғни дұрыс күтінсеңіз жағдайды жақсартуға болады. Үшінші және төртінші дәреже шеміршек қатты зақымданған, өзгеріс қайтымсыз. Сондықтан ең бірінші қадам дұрыс диагноз. Өкінішке қарай, бізде жиі артық диагноз қойылады. Кейбіреулерге артроз деп айтады, бірақ ол жай ғана артрит немесе бұлшықеттегі мәселе болып шығады. Неге жүру қауіпті? Әр қадам сайын сіздің салмағыңыз буынға түседі. Егер буын әлсіз болса, бұл үйкеліс шеміршекті қажайды, жарақаттайды. Мысалы, әр 100 метр жүру буын үшін қосымша стресс. Қысқа қадам да қауіпті, өйткені қозғалыс саны көбейеді. Ал қолыңызға ауыр сөмке алсаңыз, салмақ 2 есе артады. Сол себепті көп жүріп, буынды зорлау оның тозуын жылдамдатады. Қандай қозғалыстар зиян? Ұзақ жаяу жүру, скандинавиялық жүріспен велосипед пайдалы болып көрінеді, бірақ артроз кезінде буынға қайта қысым түсіреді. Жүгіру, секіру, отырып тұру мүлде болмайды. Бұл қозғалыстардың бәрі буынды әрі қарай тоздырады. Ал қандай қозғалыстар пайдалы? Артроз кезінде бізге тек жүріс емес, арнайы жаттығулар керек. Декомпрессиялық жаттығулар буынды созып, қысымды азайтады. Бұлшықет насостары бұлшықеттерді жұмысқа қосып, қан айналымын жақсартады. Эспандермен немесе арнайы тренажерда жасалатын жаттығулар ең тиімді тәсіл. Мұндай жаттығулар буынды қыспайды, бірақ бұлшықеттерді күшейтеді. Бұлшықет мықты болса, буынға түсетін салмақ азаяды. Бірінші және екінші дәрежеде жағдайды жаттығу, күтім арқылы жақсартуға болады. Бірақ өкінішке қарай, үшінші және төртінші дәрежеде буын шеміршегі қатты зақымданады. Бұл кезде буын беттері бір-біріне сүйкеліп, ауырсыну күшейеді. Әрбір қадам буынға қосымша жарақат. Қалыпты өмір сапасы төмендейді. Осы сатыда бір ғана жол бар, эндопротездеу, яғни зақымданған буынды жасанды буынға ауыстыру. Бұл қорқынышты естілуі мүмкін, бірақ шын мәнінде отадан кейін көп адам қайтадан еркін қозғалып, ауырсынудан құтылады. Қазіргі заманғы протездер мықты, ұзақ жылдарға жетеді. Күнделікті өмірде не істеу керек? Артрозбен өмір сүргенде ең басты ереже буынға артық күш түсірмеу. Егер бармай-ақ қоюға мүмкіндік болса, жүрмеңіз. Такси, автобус, самокат жақсы балама. Міндетті түрде таяқ қолданыңыз. Таяқты әрқашан ауырған аяқтың қарсы қолына ұстау керек. Бұл буынға түсетін қысымды азайтады. Скандинавиялық таяқтарды да дұрыс қолдансаңыз, салмақ қолдарға түседі, ал аяқ жеңілдейді. Бірақ тек қажет жағдайда пайдаланыңыз. Айтпақшы, біздің арнаны көп адам көріп жүр. Бірақ олардың көбі жазылмаған. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, жазылып қойыңыз. Бір ғана басу осындай қазақша, шынайы ақпараттың таралуына тікелей үлес қосады. Дүкенге бармас бұрын 10-15 минут жеңіл жаттығу жасап алыңыз. Бұл буынды дайындайды. Үйге келген соң тағы бірнеше жаттығу жасап, буынды разгрузка жасаңыз. Егер ауырсыну болса, мұз немесе салқын су пайдаланыңыз. Бұл ісікті азайтады. Массаж, жеңіл демалыс, медитацияда пайдалы. Неліктен бұлшықет маңызды? Есіңізде болсын. Әлсіз бұлшықет буынға қосымша ауыртпалық. Мықты бұлшықет буынға тірек, қорғаныш. Мысал, 1 шақырымды әлсіз бұлшықетпен жүру дұрыс болмайды. Дәл сол қашықтықты бұлшықеттеріңіз жақсы болса, әлдеқайда жеңіл өтеді. Сондықтан тек жүріспен шектелмей, жаттығуды әдетке айналдырыңыз. Егер сізде артроздың алғашқы дәрежелері болса, жаттығу жасап, бұлшықеттерді күшейтіп, жағдайды ұстап тұра аласыз.
Ал 3-4 дәрежеде уақытты созбай, дәрігермен кеңесіп, отаға дайындалған дұрыс. Бір сөзбен айтқанда, ерте кезеңде жаттығу, қозғалыс, күтім. Кеш кезеңде ота және одан кейінгі оңалту. Сіздермен болған денсаулық кеңесшілеріңіз, доктор Бер. Арнама жазылып, қолдау білдіріңіздер. Ұнату батырмасын бассаңыздар, сіздерге әлі талай қазақша пайдалы кеңес дайындап беремін. Өмірді ауырсынумен өткізуге болмайды. Денсаулық Алланың берген аманаты. Буындарыңыз мықты болсын, жүрісіңіз жеңіл болсын. Берік болыңыз, бірге болыңыз.